Аптека дейді. Аптека дегенді алып сол дәріхана деп жазу керек. Сәлеметсіздер. Комиссатке груз қанша? Біз түсіндірме жұмыстар қазір. Тіл туралы заң бойынша 21-ші бап талқыласаңыз болады. Сырттағы аптека деген жаңағы үлкен жарнамадан бастап алыңыз сізге. Барлығы қазақ тіліне аудару қажет. Внимание деген жазулар бар, запрещена. Біз түсінбейміз оны. Қазақшасы да бар ғой. Қай жер тұр? Қараңыз, бұл жерде екеуінің шрифті екі бөлек. Екеуі бірдей жазылу қажет. Размер бойынша, өлшем бойынша тура солай. Заң бойынша екеуі бірдей жазылу қажет, иә. Қазақ тілінде ақпарат түсінде, орыс тілінде Бері қарай шыға аласыз ба? Мен сізге түсіндіріп жіберейін. Тез. Келіңіз. өзіңіз қарап көрсеңіз болады. Түсіндіріп жіберейін. Терафлю 205 па? Өзім де білем. Аха. Білсеңіз, мына жерде уважаемый покупатель деп үстіне жазып қойыпсыз. Құрметті алушылар деп астына жазып қойыпсыз. Негізі қазақша үстіне жазылады. Немесе сол жағында жазылады. Біздің тіліміздің дәрежесін түсірмеу керек. Мемлекеттік тіл, қазақ тілі. Содан кейін внимание лекарственное средство отнесено без запрещено деп жазып тұр. Назар. Осындай дәрі-дәрмектерді неменесіз беруге. Аптека деген үстіне қалышылып дәріхана жазып қойсаңыз. Жақсы. Нерді апай? Тұр ғой нері? Мен сізге айтып кетейін. Тек қана мемлекеттік тілде жазсаңыз, қазақ тілінде, онда заң бұзушылық болып саналмайды. Тек қана орыс тілінде ол заң бұзушылық болып саналады. Мына жерде сіздер жазылып тұр. Дәріхананың анау-мынау жақсы жазылып тұр. Үстінде қазақшасы, астында орысшасы. Көрдіңіздер ме? Мына жерде анықтама қызметі, справочная служба. Осылай болу керек бәрі. Анда қағаз бердік. 15 күнде келеміз, апай. Аман болыңыз. Сау болыңыз.